Уоррен Баффет айтуы бойынша, көп оқысаң, көп табыс табасың. Бұл ащы шындық. Жетістікке жеткен адамға қарашы. Билл Гейтс, Стив Джобс, Илон Маск және тағы да басқа жетістікке жеткен адамдар уақытты тиімді пайдаланады. Онымен қоса білім алуды ешқашан тоқтатпайды. Олар күн сайын жаңа зат үйренуге жалықпайды. Әлемдегі ең бай адам Уоррен Баффет күніне 5 сағаттан көп кітап оқуға жұмсайды. Ал Билл Гейтс аптасына 1 кітап оқиды. Жетістікке жеткен адамдар білім алуды тоқтатпайды. Келесі сөзге мән беріп қарашы. Таңертең оянғанда саған 86.400 ақш долларын берсе, оны қалай қолданар едің? Бірақ бір шарт бар. Егер бір күн ішінде қолданбасаң, ақшаң жойылады. Сол себепті сен ақшаны қалай қолданар едің? Ең өкініштісі, бізде бір күнде 86.400 секунд қана бар. Көп адамдар осы уақыттың жойылып кетуіне мүмкіндік береді. Ол уақытты ешқашан қайтара алмаймыз. Уақытты дұрыс пайдаланып, өзімізге ұнайтын заттармен айналысуымыз қажет. Қажет уақытты мән-мағынасыз кетіргенше, оны бір зат үйренуге жұмса. Пайдаланған уақыт мәңгілікке кетеді. Өзіңнің уақытыңды ақылмен пайдалан. Кітап оқы. Мүмкіндігінше білім ал, үйрен.